Сәлем достар, бүгін біз сәресіге керемет тағам дайындайтын боламыз, яғни лаваш пен жұмыртқаны қосып дайындаймыз. Бізге азғантай ғана ұн керек болады. Ең алдымен електен өткізіп 300 граммдай ұнымызды дайындап аламыз. Бетіне жарты қасық тұз қосатын боламыз. Және де шемішке майды 2-3 қасық қосамыз. Жұмсарғанша су қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін барып, тағы бір қайтарып илеп, сосын пайдалануымызға болады. Әрі қарай дөңгелетіп жайып алатын боламыз. Қызып тұрған сковородкаға салып, осылай екі жағын қызарғанша осылай пісіріп алатын боламыз. Әрі қарай шемішке майды құйып қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін бетіне жуамызды қосамыз. Және 2 жұмыртқа қостым қуырып алып. Дәміне қарай тұзды және бұрышты қосып алдым. Және жұмыртқамыздың беті қатпай тұрған кезде дайын болған лавашымызды салып, осылай екі жағын пісіріп алатын боламыз. Дәмі өте керемет болды, жұмсақ. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Достар, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.